Сәлем достар, видеомды көрмес бұрын каналыма тіркеліп, лайк басып, өз пікірлеріңізбен бөлісе кетіңіздер. Бүгін біз бала-шағамызбен жұмыстағылар барлығын жиналып, көкке Маевкаға шығып қайттық. Сол жерде болған жағдайлардың бәрін айтатын боламын. Ал кеттік. Біз жолға шыққанда ауа райы күшті болды. Жолдан осылай тексеріп өткізді. Біз көкке шығып домик жасап жатырмыз қыздарға, Әсем мен Әселге. Балдар топ теуіп жүр. Мына жақта бізде тамақ дайындап жатыр. Күштілеп. Мына жақта туалет жасап жатыр. Осылай болып жатыр. Қазір біздің домик қалай шығады екен, көреміз. Осындай әдемі домик шайын деп тұр. Ал бізде осындай жарковая жасайын деп жатырмыз, етпен. Жарковая дейма, қуырдақ дейма, короче, сондай. Екі қыз ашып турлап отыр. Бізде ақ толқын. Ау! Кигізші, қаз кигізем. Осынша адам болып келдік. Биыл кішкене көктеміз маяқта. Отын шауып жатыр. Қара қазанымыз, қосымша заттар. 5 литр май алғанбыз ғой. Былтыр майдан күйгенбіз. Қыздар осылай ошақ құрастырып. Мынау кім істеген мынаны? Бұрын біздің кеше кеткен, наверное. Негізі мусор өте көп екенше. Мусор, ана жерде мусор. Мына жерлердің бәрі мусор. Енді қазір осылай көкке келгеннен кейін артын тазалап кетсе де. Қазір қуырдақ істейін жатыр. Кім істейді? Кім повар? Мирапай. Барлығы футбол ойнап жүр. Қан. Ай, тағы гол болды. Бізде екінші тамақ қандай? Балық. Шеф повар бізде бүгін Мирапай. Қасында көмекшісі Зухрапай. Балықтарды қараңыздар. Вау, прям сочный қойып, не деген маринад деймін деуші сондай. Енді достар, біз кеткеннен кейін жан-жағымыздың бәрін тазалап кетеміз. Кешеге қалған ба, ужас ба, күл жер мұсыр ғой. Осылай 3 машина болып келдік. Адамдар жан-жақта көп. Балдар ойнап жатыр. Маяқта біздікілер ойнап жатыр. Бұл қандай ойын бұл? Ойын бәрі кетіп қалды. Мәсән? Екте құп бермейсің бі? Мерін көзін ойнайын көрі. Ай, ба! Ағы.